Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Д дәрумені туралы сұрақтар келіп жатыр. Қай уақытта, қашан береміз, баланың жасы қанша беру керек деген секілді. Егер шала туылған балаға, шала туылған дәрежесіне байланысты бірінші күн немесе 14-ші күннен бастап береміз. Ал егер күні ай жетіп туылған балаға 1 айдан бастап береміз. Бала 1 айға толады, содан бастап 1 ай мен 3 ай аралығында бір күнде 500 халықаралық бірлікте Д дәрумен беруге болады. 3 айдан 1 жасқа дейін 1000 халықаралық бірлік береміз. Көбінесе аптекадан алған Д дәрумендердің бір тамшысында 500 халықаралық бірлік, яғни Д дәрумені бар. Сондықтан, яғни 2 тамшы, 1000 деген 2 тамшы. Сонымен қатар 1 жастан жоғары 1500 халықаралық бірлікте Д дәруменін береміз. Және Д дәруменін қай уақытта беру керек? Көбінесе, яғни мына түскі асқа дейін, яғни түскі асқа дейін тамақтан кейін немесе тамақпен бірге берген жөн. Себебі, неге түске дейін береміз? Себебі бұл Д дәрумен ішкеннен кейін балада кішкене қозғыштық, яғни активті болады, ұйықтау қиын болуы мүмкін. Және сонымен қатар бұл майда еритін дәрумен болғандықтан міндетті түрде тамақпен бірге немесе тамақтан кейін берген дұрыс. Сіздермен болған Бегім Талапқызы. Сау саламат болыңыздар. Кімге керек болса жіберіп қойыңыздар.